Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын бауырдан жасалатын рулеттердің рецебімен бөлісетін боламын. Бұны мен қонақ келген кезде мясной ассортидің қасына, яғни холодный ретінде қонақтарға ұсынатын боламын. Өте әдемі болып көрінеді. Бұл жерде тартылған бауыр, жұмыртқа, сүт, сұйық май, ұн, тұз, бұрыш қажет болады. Тартылған бауырдан біздер ең әуелі құймақ жасап аламыз. Құймақты мен описаниеге рецебін тастап кетемін. Міндетті түрде граммен өлшеп, мен жазған бойынша жасап көрсеңіздер, сіздерде жып-жұқа блинчиктер шығатын болады. Тартылған бауырымыздың үстіне жұмыртқа, сүт, сұйық май, тұз, бұрыш және де ұнымызды салып, ең әуелі миксердің венчигімен кішкене араластырып жібереміз қоспастан бұрын. Содан соң миксерімізді қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Ұнымыз жан-жаққа шашырамау үшін кішкене венчикпен араластырып аламыз. Содан соң ғана барып миксерімізді қосып, миксерлейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қою масса шығады. Енді отымызға осындай блины пісіретін табамызды қойып, кішкене қыздырып, осының үстіне сұйық майымызды аз ғана жағып аламыз. Табамыз қызғаннан кейін мен ожауымды толтырмаймын. Ең әуелі жартылай ожау құйып аламын. Осылай айналдыра құйып алғаннан кейін үлкен қасығымның көмегімен осы табама қарай жағатын боламын. Сол кезде қалың болып кеткен жерлері қасықпен жағылып кетеді. Енді ашық жеріне тағы да кішкене құямын, көп құймаймыз. Тағы да осыны құйғаннан кейін үлкен қасығымның көмегімен жайып, жағып жіберетін боламыз. Мінекей барлық жеріне жеткізіп, дөңгелек етіп жағып алдық. Содан соң осыны аударатын боламыз. Беті кеуіп бастаған кезде біздер екінші жағына аударып, екінші жағын асты қызарған кезде біздер түсіріп алатын боламыз. Мінекей сол кезде біздерде жып-жұқа блинчиктер шығатын болады. Мен әр бауырдың блинчигін пісірген сайын табамды кішкене ғана сұйық маймен майлап тұрамын. Өйткені мен табам жұқа, антипригарный емес, жабысып қалмау үшін мен осылай әр блинчик сайын осылай жағып тұрамын. Кішкене ғана құйғаннан кейін осылай шеттерін ең әуелі осылай жүргізіп шығамыз. Содан соң ортасына қарай барып, аударып, екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Осылай үлкен қасықтың көмегімен сіздер жағып табаларыңызға пісіретін болсаңыздар, сіздерде жып-жұқа құймақтар шығатын болады. Рулетті ораған кезде де сіздерде әдемі болып оралынады, және де кескен кезде жып-жұқа блинчиктер көрініп, әдемі болып тұрады. Бірінші начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін біздерге жуамызды уақтап турап, және де морковымызды теркамыздың кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Табамызды отқа қойып, кішкене сұйық май құйып, аз ғана қыздырып алғаннан кейін жуамызды салып, қызартып қуырып аламыз. Яғни осылай золотистый болғанша қуырып аламыз. Содан соң морковымызды да бірге салып, жуамен араластырып қуыратын боламыз. Содан соң тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, қақпағын жауып, 7 немесе 10 минуттай басылғанша қуыратын боламыз. Мінекей осылай басылып қуырылғаннан кейін біздер бұны суытып қоямыз, начинкамыз дайын. Екінші начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін майонезімізге чесногымызды теркіден өткізіп, немесе осындай чеснокодавкіден өткізіп, жақсылап бірге араластыратын боламыз. Екі начинкамыз дайын. Енді бауырдан жасалған бір құймағымызды алып, осы сыртқы жағына әдемі жағын қоятын боламыз. Өйткені рулет етіп ораған кезде ол әдемі болып көрінеді. Енді ішкі жағына осы майонезден жасалған начинкамызды бір ас қасық немесе 2 ас қасықтан барлық жеріне жеткізіп жағып шығатын боламыз. Шет жақтарына көп жағып жібермеңіздер, өйткені ол сыртына қарай шығып кетеді, сол кезде әдемі болмай қалады. Енді қуырылған начинкамызды осы майонезіміздің үстіне салып, жақсылап рулетімізді орайтын боламыз. Қолымызбен нығыздап кішкене орап аламыз.
Рулеттеріміздің барлығын дайындап болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, холодильнигімізге 1 сағат, 1 сағат жарымға қойып қойсаңыздар, оның начинкасы сіңіп, кескен кезде өте әдемі болып шығады, яғни қатайып, өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Барлық қимақтарымызды осылай жасап шығамыз. Менде 500 грамм бауырдан 9-10 штуктай осындай бауырдан жасалған қимақтар шықты. Менің рулеттерім холодильнимде кемінде 1 сағаттай тұрды. Енді сіздерге осыны әдемілеп кесіп көрсететін боламын. Бұны мен мясной ассорти, яғни тіл, қазының қасына қойған кезде осы бауырдан жасалған рулеттер өте әдемі болып көрінеді. Бұның арасына укроп та қосып жасауға болады, яғни начинкасына укроп салып жүрсеңіздер, сол кезде өте әдемі көрінеді. Енді мен осыны орта жақтарынан қоямын қонақ келген кезде, ал шет жақтарын қоймаймын. Неке барлығын осылай кесіп, тарелкамызға салып шығатын боламыз. Осындай рулеттеріміз шығады. Рулеттерімізді кескен кезде қисығынан үлкен етіп кеспейміз, шағын ғана қылып кессеңіздер өте әдемі көрінеді. Неке барлық рулеттеріміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.